Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар. Бүгін сіздерге сабақ өтетін Алматы облысы тіл оқу әдістемелік орталығы Көксу аудандық филиалының меңгерушісі Олжас Кенжебекұлы Қойшыбеков. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы сіз қайда тұрасыз? Грамматикалық тақырыбымыз жатыс септік. Сабағымызды бастамас бұрын жаңа сөздермен таныс болыңыздар. Аты жөні, қайда, сіз, аудан, емхана, бірінші сыныпта оқиды, зейнеткер, мемлекеттік мекеме, маман, ауданында, тұру, жекеменшік, болып жұмыс істеу, бауыр, үлкен бауыр, аға, кіші бауыр. Біздің ойымызша 100. Алматы қаласында, Жаңа Базар ауылында, бірінші сыныпта оқиды. Төрлет, төрлетіңіз. Бірінші тапсырма. Дыбыстарды қайталаңыз. Ыдыс, қыс, мысық, ұя, құс, құрт, қоңыр, жаңбыр, ертең. Есте сақтаңыз. Мен тұрамын. Сен тұрасың. Сіз тұрасыз. Ол тұрады. Мен инженер болып жұмыс істеймін. Сен инженер болып жұмыс істейсің. Сіз инженер болып жұмыс істейсіз. Ол инженер болып жұмыс істейді. Екінші тапсырма. Сөз бөліктерін дұрыс сәйкестендіріңіз. Тексеріңіз. Танысу. Сәлеметсіз бе? Қуаныштымын. Таныс болыңыздар. Менің атым Сәлем. Отбасы. Жолдас, жұбай, ағайынды, тату, шағын. Мекенжай. Төле би ауданында, Абай көшесінде, номері 47-ші пәтер, тұрамын, Абылайхан даңғылында. Кім? Ұл, қыз, қарындас, әпке, сіңілі.
Қайда? Ауылда, аялдамада, Ақтау қаласында, Алматыда, көшеде. Қанша? Неше? 43, 14, 87, 20, 30. Үшінші тапсырма. Сәйкестендіріңіз. Тексеріңіз. Алматы қаласында. Оның аты. Жасым 35-те. Менің аты жөнім. Әуезов көшесінде тұрамын. Жекеменшік фирмада. Инженер болып жұмыс істеймін. Менің ата-анам Атырауда тұрады. Үлкен ағам мемлекеттік мекемеде Назарбаев университетінде оқиды. 1-ші сыныпта оқиды. Бүгінгі біздің грамматикалық тақырыбымыз жарты септік. Мен Алматыда тұрамын. Мен Алматы қаласында тұрамын. Мағыналары. Қимылдың мекені. Асқар Алматыда тұрады. Қимылдың жасалу мезгілі. Мен дүйсенбіде тенниспен шұғылданамын. 3-ші. Адам жасы. Олар 20 жаста. Жалғаулары да, де, та, те, ында, інде. 4-ші тапсырма. Қажетті жалғауды жалғаңыз. Тексеріңіз. Алматы қаласында, Алматыда, Ақжол ауылында, Ақжолда, Семей қаласында, Семейде, Абайда, Абай даңғылында, Орал қаласында, Оралда, Берлин қаласында, Берлинде, Наурыз көшесінде, Наурызда, Балқаш қаласында, Балқашта. 5-ші тапсырма. Қажетті сөздерді қойыңыз. Тексеріңіз. Менің аты жөнім Мұрат Темірханұлы. Сенің атың кім?
Siz Pavlodar қаласында тұрасыз ба? Оның баласы неше жаста? Мен 27 жастамын. Бұл кісі кім? Мен ауылда тұрамын. Үй тапсырмасы. Берілген суреттерді пайдаланып, мәтін құрап жазыңыз. Құрметті тыңдаушылар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.